Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің атым Балшан, сіз менің каналымды көріп отырсыз. Мен бүгін Турциядағы Кемер қаласында орналасқан Рай Премиум Текирова деген қонақ үйге обзор жасап сіздерге плюсын, минусын барлық жағын сіздерге көрсетпек ойым бар. Егер де осы қонақ үйді таңдаймын десеңіздер, менің видеом арқылы жақсылап өздеріңізге түртіп алатын дүниелер көп болады деп ойлаймын. Сондықтан кеттік. Мен сіздерге алдымен бөлменіңге обзор көрсетейін, содан кейін барып ауланы, басқа жерлерді көрсетемін. Мен қазір біздің балконда тұрмын. Балкон міне осындай. Бұл балкон негізінен біздің sea view дейді ғой, неге теңізге қарап тұрған емес, жеке үй. Ол үйді қазір көрсетем сіздерге. Одан кейін семейный номер, біздікі 2 баламен келдік. Мынау біздің балкон. Осындай шағын бөлме бергеніне, шағын үйге тұрғызғанына қуаныштымын. Күшті. Неге бүйтіп кіріп жатырсың? Бет алыватыр. Мына жерде шкафы бар, шкафтың ішінде сейфі бар, халаты бар, киімдерімізді іліп қойдық бұл жаққа. Міне, одан кейін бөлме кішкене тарлау болады, бірақ нормально. Ремонты бәрі жақсы, уютный. Телевизоры бар, каналдар бәрі көрсетеді. Мына жерде ваннасы, орамалы, бәрі жеткілікті. Душевая кабина. Довольно просторный. Фен бәрі бар. Міне қонақ үйден шыққан кезде осындай. Мына жерде біздің бөлмеміз. Бөлменің қонақ үйдің сыртында міне мандарин ағашы өсіп тұр. Мыналар жердің бәрінде мынандай күшті ландшафт. Міне мынандай семейный үй, осы үйдің ішінде тұрамыз. Айнан жүресің мына жақта. Міне бассейн, қазір бассейнді көрсетем. Күшті ландшафттары бәрі әдемі. Маған ұнайды. Міне мынандай үлкен де қонақ үйдің ғимараты бар. Біздің тұрып жатқанымыз мынандай үйлер. Бізге өзімізге ұнайды осындай шағын үйде. Мынандай да ғимараты бар. Міне үлкен бассейні бар. Мынандай үлкен бассейн. Мына жақта снэк бар. Бұның ар жағында пляж. Мына жерде тоже бар, сусындары ұсынады. Мына жақта қазір тамақ ішуге барамыз. Түскі тамақ. Мына жерінде ландшафт. Неше түрлі гүлдер, фонтан. Барлығы тамақтан өте дәмді. Сонымен мен өзіме мынандай тамақ алдым. Черешня алдым жеміс жидектің ішінен.
салат алдым. Иман жүсіп өзіне тамақ алыпты. Айғаным мороженыймен мынандай тамақтар алып. Көбінесе Айғаным өзіне детский менюға барып, детский жақтан барып алып келеді. Детский асхана өзі жеке. Бұл жерде тамақ көп болғанмен тамағы дәмді. Бұл Айкөнай бізге сүт пен шай әкеліп беріп жатыр. Сүт пен шайлары өте дәмді. Міне кәдімгі қою сүт қосылған шай. Мына жақта ресепшн бар. Мына жерде пекарня бар. Ішінде дәмді пирожныйлар сатады. Мороженый сатпайды, тегін береді. Мороженыйлар, сондайлар. Мына жерде ресторан бар. Бұл жердегі ресторанға бірлет отыруға тегін. А-ля карт ресторан. Мына жерде балаларымды ойнайтын жерге ойнатуға алып келген ғой. Осы сәтті пайдаланып, міне Айкөнай деген менің қызым. Осы сәтті пайдаланып сіздерге обзор жасап жіберейін. Міне мына жерден кіресіңді. Мынандай неше түрлі ойнайтын жерлер бар. Мынандай лабиринт. Күшті лабиринтінің іші. Ішінде мен қызым ойнап жүр, сосын мынандайлар бар. Балалар ойнайды. Сосын мынандайлар бар. Ең қызығы ана жақта. Мынандай өретін бар. Мына жер башыр. Мен балам ойнап жатыр. Мынандай бар. Мынаған отырып көргім келіп тұр. Мынаны да көрген күшті. Все, я беру это на руки. Мынау ресепшн. Ресепшндағы қыздар, жігіттер барлығы орысша сөйлейді. Мынау холл. Мына жерде қазір спа салонға барамыз. Мына жерде ресторан, не бар.
Мына жерде тренажерный зал, мына жерде бассейн. Қазір спаның ішін көрсетемін. Мына жерде джакузи. Ваннадан кіреміз. А? Иә. Мына жерде пар бар. Біз бұл қонақ үйде демалып жатқанымызға бүгін 6-шы күн болды. 6 күнде өте сондай күшті демалдық деп айта аламын. Тойдық. 6 күн бізге полный жетті. Қазір уже үйге қайтуға дайынбыз. Ертең таңертең таң атпай үйімізге қайтамыз. Астанада тұрамыз біз өзіміз. Не айтайын, қонақ үйді мен осы жаққа келмес бұрын осы қонақ үйдің обзорын көргем. Ютубтан орыстардың түстірген. Сонда бір орыс айтып жатыр да, не деп, бұл үй қонақ үйде минус жоқ деп, сосын ой қойш, өтірік қой, жарнама ғой деп ойлағам. Жалпы мен келгелі бұл қонақ үйдің минусын почти что көрген жоқпын деп айта аламын. Өте жақсы, керемет, маған ұнады. Тек бізге берілген бөлме кішкене тарлау болды. Бірақ енді нормально, негізі әр бөлме әртүрлі екен. Кей кезде кең бөлме, кейде тар бөлме, солай кезігіп қалу мүмкін екен. Кең бөлме беріңізші деп сұрап алуға да болатын шығар деп ойлаймын өзім. Жалпы бұл қонақ үй Кемерден, қаланың өзінен біраз алыстау орналасқан. Мүмкін сол жағынан минус деп қарастыруға болатын шығар, бірақ біз үшін ол минус емес, өйткені біз негізінен осы қонақ үйде демалып жатырмыз. Бір рет бір турға бардық. Бізге аса бір оның шетте орналасқанының ешқандай бізге минусын көріп тұрған жоқпын өзім. Басқа жағынан енді тамақтар өте дәмді. Мысалы біз бұның алдында былтыр мысалы Черногорияға барғанбыз. Черногориямен салыстырғанда мүлдем салыстыруға келмейді. Черногориядан әлде қайда жақсы. Енді о жақтың да өзінің мысалы табиғаты, экологиясы, суы бәрі керемет, тамаша, күшті, бірақ та қызмет көрсету жағынан Черногория бұл жақтың Турцияның шаңына да ілесе алмайды. Мысалы оның алдында Бодрумға бардық. Бодрумда осы Турцияның іші, бірақ та ол жақта да мысалы бұндай күшті емес. Сосын мысалы Бодрумда көбінесе түрікше, ағылшынша сөйлейді де, қазақша, орысша ешкім білмейді. Ал мына жақта мысалы осындай пляжный отдыхқа, демалуға, полный расслабиться етуге, демалуға барған кезде зона комфортадан шыққың келмейді ғой. Кейбір жерлерге барған кезде тілдік жағынан барьер болған кезде зона комфортадан белгілі бір деңгейде шығуыңа тура келеді. Сен түсіндіруің керек айтқың келген нәрсен. Мысалы біз Бодрумда болған кезде қызым қолын есікке қысып алды да, оны біз қолын есікке қысып алды деп медсестраға түсіндіру қиынға соқты. Одан кейін енді Google мен бәрібір енді перевод бар, переводчикпен түсіндірген күннің өзінде олар бізге ақша сұрап, нетті, бізден пайда көріп қалуға тырысты. Оны да біз мысалы өзіңнің праваңды качать етіп, өзіңнің құқығыңды қорғау үшін де біз страховкамен келіп отырмыз, анау-мынау деп оның бәрін түсіндіріп айту үшін тіл керек. Ол ақша сындырғысы келген адам міндетті түрде түсінбейтін сияқты кейіп таныта қалады деген сияқты. Ал мына жақта Кемерде, Анталияда көбі қонақ үйлерде орысша сөйлейді, қазақша сөйлейді. Мысалы мына жерде персоналдардың қызмет көрсетіп отырған бір шамамен 20% қазақтың жас балалары қазақша сөйлеп, сарнап, қазақша сөйлеп тұр. Сондай балаларды көрген кезде мен өте қатты қуанамын. Қазақшасы, орысшасы, түрікшесі бірдей деңгейде сондай ағып тұр. Сондай тәрбиелі балалар өз күндерін өздері көріп, жұмыстарын істеп, оқуларын оқып, каникулда, жұмыстарын істеп, каникулда оқуын оқып, сөйтіп жатқан балалар сондай көрсең көзің тояды да ондай балаларға. Бұл жақта түріктер көбінесе орысша сөйлейтін түріктер, жаңа өзіміздің қазақ балалар, және қара нәсілділер жүр. Орысша түсінеді оларда. Сондықтан зона комфортадан шыққың келмесе,
өңкей қазақтар, орыстардың арасында өзіміз сияқты жүргісі келетін адамдар үшін өте тамаша жер. Рай премиум. Содан кейін енді қазақтан қашып көріп жүрміз ғой онсыз да деп басқа жаққа барғысы келетін адамдар үшін енді білмеймін енді. Маған лично зона комфортадан шыққым келмейді, сондықтан осындай өзіміздің адамдар жүретін жер. Бұл жер Рай премиум да в основном отбасылы адамдар бала шағамен, сондықтан тыныш. Ішіп алып, мас болып, жаңағы шу шығарып жатқан адам жоқ. Кешкісін шоулар өте күшті, маған ұнады шоулары. Шоулардың видеосын салам қазір. Одан кейін балаларға арналған кешкісін аниматорлар балаларды ойнатып, нетіп жатып, күндізде анандай бір топтық бір йога сияқты бір нәрселер жасап атады. Онысына біз онша жолай қойған жоқпыз, өйткені біздің балалар кішкене өсіп қалған. Басқа алкогольді напитоктарда барлығы бар. Мен өзім ішпеймін, сондықтан маған ол қызық емес. Маған қызығы сүт қатқан шай. Ал сүт қатқан шайлары бұл жерде өте жақсы. Түріктің шайына кәдімгіше сүт қатып күшті қылып береді. Мороженыйлар дәмді, тамақтар жалпы дәмді. Мысалы, кейбір қонақ үйлерге барған кезде көп тамақ, бірақ массаға арналған бір сондай онша дәмді емес болатын кездер болады ғой. Бұл жерде ондай емес, бұл жерде тамақтар дәмді, расымен де. Снек барлары күні бойы істеп тұрады. Мысалы, таңғы ас, түскі асқа уақытында үлгермесең, кез келген снек бардың өзінде тамақ деген төгіліп жатыр. Сол жаққа барып іше салуға болады. Сосын аквапарк вообще күшті. Любой возрастағы адамға арналған, кішкентай 1-2 жастағы кішкентай баладан бастап ересек адамға дейін кеше содан сырғанап, адреналиннің бәрі шығып күшті болды. Спа салон, 2 күн спа салоннан шыққан жоқпын, спадан. Несі хамам бар, римский баня, римский пар, сосын финский пар бар, джакузи бар, бассейн бар, жабық. 2 джакузи, 1 бассейн, күшті. Прям парлары, керемет пар күшті болды. Несі, егер массаж, сондай бір нәрсе алам десеңіз, онда қосымша ақшасын төлейсің, ол да аса бір қатты қымбат емес сияқты. 20 евро, 30 евро, 60 евро деп солай бағалары бар. Комплексына алғыңыз келсе 60 евро деп тұр. Комплекс бетке массаж, арқаға массаж, пилинг, көбікпен жуу деген сияқты сондай нәрселер кіреді екен ішіне. Солай елдер алып жатты. Мен де бүгін алам деп ойлағам, что-то бүгін желание болмай қалды. Жалпы алғанда мен бұл қонақ үй маған өте ұнады. Енді видеоға қарап өздеріңіз көресіздер ғой, бірақ рекомендовать ете аламын. Егер енді өзім сияқты қарапайым, орташа деңгейдегі адам болсаңыз әрине, егерде сіз люкс, сондай керемет сападағы, мен баймын, өзім жақсы, неге қалтам көтереді, бұдан да жақсылар көтереді десеңіз, пожалуйста, бара беріңіз. Мен өзім сияқты қарапайым адамдарды айтып отырмын. Пляж жалпы песчано-галечный дейді ғой, таспен құм аралас, сондай, бірақ та жағымсыз ешқандай несі жоқ. Тастары кішкене ұсақтау, нормальный былай. Теңіздің өзінің суы өте жып-жылы. Суға кірген кезде денең тітіркенбейді суықтан. Сразу аласында кіріп кетесің суға. Мен өзім тоңғыш адамын, маған как раз болды. Бұның суы, сосын таза суы, осы Рай премиум Текерованың жағалауы сондай. Сосын көп жататын лежактар көп. Былтыр біз Черногорияға барған кезде лежактарды $10 сатып алған болатынбыз, 10 евродан, 20 евродан сатып алғанбыз. Енді ондай әңгіме жоқ енді бұл жақта. Лежактар көп, үсті жабық лежактар бар, үсті ашық лежактар бар, жалпы қоршалған жан-жағының бәрі жабық лежактар бар, енді олар платно деді. Төбесі жабық, ашық лежактар бәрі тегін.
жетеді лежак. Несі ауласы бәрі кең, сондай. Басқа не айтайын. Таудың жанында тұр, табиғаты әдемі. Спасы жақсы, аквапаркі жақсы, снэк бары жақсы. Басқа не айтайын? Қарның ашпайды, бәрі бар. Сол. Браво! Аплодисменты! Все еще назад. Молодец.